Біз қазір Құлсары қаласы Жылой ауданына келіп тұрмыз. Қасымда Нұрболат Сарманов, аудан әкімінің орынбасары. Қазіргі ахуал қандай, неше үй суға кетті? Қазіргі таңда 2800 үй кетіп отыр. Қазір 100-тің үстінде үй қалаған. Үйлердің өтеу бойынша біз оценщиктер шақырып жатырмыз. Уже себебі көптеген 40-50 үй уже судан толықтай ажыратылды. Соларға уақыт создырмай, мынадай өтемақыларын төлеу үшін арнайы лицензиясы бар. Оценщиктер жасап, солар өтемақы төлеу бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Сонымен қатар біржолғы төлем көмектесіп жатырмыз. Жүздемір бұндай шешім қабылдадық. Бұйырса алдағы уақытта осы суға кеткен азаматтар бәрін өтейтін боламыз. Не жетпей жатыр халыққа? Жаңа кигіз үй керек дейді. Қалатын үйлер керек арнайы. Әрине енді көптеген себептер бар. Халықтың қолдауы бар, үкіметтің қолдауы бар, барлық көмектер қосылып келіп отыр. Бүгінге осы 10 тоннаға жақын келіп отыр. Барлық таратып отыр. Әрине бар жеткілікті нәрселер. Палатка жетпей жатыр. Мына айтқандай халықтың ағаш үйлер сұрап отыр. Енді қазіргі таңда бізде барлық эвакуациясы басқа жақын жердегі көршілес елді мекендерде. Сондықтан да қазіргі таңда ондай мүмкіндік туып отқан жоқ. Яғни ертең су қайтқаннан кейін кейбір үйлер жарамды болса, сол кезде туындауы мүмкін. Онда шешеміз алдағы уақытта. Осы үй құлаған адамдар қайда тұрып жатыр? Олар эвакуациялық жерде. Қазір мына жерде әлі су толықтай кетпегеннен кейін олар әлі қайтарылған жоқ. Көп бөлігі 76 мыңның көп бөлігі келді. Себебі олардың үйлері аман қалды. Қауіп сейілді. Өзіңіз көргенде ешқандай ол тұрғындарға қауіп жоқ. Қазір 2800 үйдің тұрғыны басқа елді мекенде. Сондықтан оларға пока ондай не туындап жоқ қауіп. Судың деңгейі түсті ме? Судың деңгейі түсті. 1 метрге кей жерлерде 60 метрге түсті. Бұйырса қазір тазалау жұмыстары басталып кетті уже. 78 вакуум қойдық 24 сағатқа. Және тасқыннан болған әртүрлі қоқыстарды тазалап басталып кетті. Оны интернет желілерде көре аласыздар. Халық бәрін біліп көріп отыр.